Әрбір адам жарық дүниеге келгенде ең бірінші ана деп аталатын мейірімді сөзді ауызға алады. Ана әлемдегі барлық адамзаттың алғашқы сөзі. Мүмкін дәл осы сөзден ерте заманнан біздің тіліміз бастау алған болар. Сәбилер бұл жарық дүниені ана арқылы танып біледі. Адамның өмірге келіп, ересектік өмірге аяқ басып, толыққанды тұлға ретінде қалыптасуына ана жауапты. Ал егер бір отбасында 8 бала болса, бұл отбасының ошақ иесі, яғни анасы толассыз жігер мен күш қайратқа ие болуы қажет. Отбасының бақыты үшін бұл баға жетпес қасиеттер. Бүгінгі бағдарлама аты үлкен әріппен жазуға лайықты аналардың біріне арналатын болады. Бағдарлама әлемдегі барлық аналарға бағышталады. Күзеева Шарапатхан 1924 жылы 10 қарашада Кайнук селосында ауқатты жергілікті басқарушы отбасында дүниеге келген. Таршылық пен жоқшылықты көрмей өскен Шарапатхан мектепті бітіріп педагогикалық училищеге оқуға түседі. Ол кездері училище академияға пара-пар еді. Сол жылдары жоғарғы білімге қол жеткізу әсіресе қыз балалар үшін өте қиын болатын. Қолына дипломын алған Шарапатхан отбасымен бірге Құлжа селосына қоныс аударып, мұғалімдік қызметке орналасады. Дәл осы жерде ол өзінің өмірлік махаббаты Пірмұхамед Хаджыны жолықтырады. Пірмұхамед Хаджы 1937 жылы репрессия кезінде ата-анасымен бірге Құлжаға жер аударылған. Тағдыр тоғыстырған екі жұп 54 жыл бір шаңырақтың астында бақытты ғұмыр кешті. 54 жыл бұл мәңгі махаббат, түсіністік, бір-біріне деген сыйластық, риясыз қарым-қатынас жылдары болды. Бұл жылдар ішінде әйел отағасын сіздеп сыйласа, отағасы өзінің жарына дауыс көтермейді. 54 жыл ішінде отбасының бірде-бір баласы ата-анасының ұрыс-керісін көрген емес. Ешқашан ата-анасының айғайына, жатқылықтарына куәда болмайды. 10 баласы бар отбасында әрине қиын мәселелерді туындап жатады. Алайда барлық мәселелердің шешімі мейірімділік пен махаббаттың ошағы, отбасының анасы әрдайым Шарапатхан Хаджин болатын. Отбасының үлкен ұлы Ділмұраттың естелігі бойынша Шарапатхан ханым отбасының жаны мен жүрегі еді. Ананың кішкене жүрегінен 10 балаға әрқашан орын табылған. Вот эта тяжелая жизнь, которую мы видим. Менің анам дәулетті отбасында туылған. Барлық жағдайы жасалған ортада өмір сүрсе де, оны еркелетіп өсірмеген. Алайда бұл жерге келгенде, оның 3 баласынан басқа еш нәрсесі болмады. Сол себепті барлығын басынан бастауға жетеді. Біз отырған мынау үй менің ата-анамның шаңырағы. Алғашында бұл үй 3-ші қабаты жоқ, тек 2 қабатты болатын. Анамның айтуы бойынша, бұл үйде қабырғасын тұрғызу өте ауыр болды. 4 қабырғаны тұрғызу үшін 10 жылдан астам уақыт кетті. Әкем цементті дорбамен тасып, қаладан кірпіш әкелетін. Бұл әкемнің қара еңбегінің арқасында салынған үй. Біз ол кездері буыны қатпаған кішкене бала едік. Алайда кішкентай болсақ та көмектесуге тырысып бақтық. Біз лайға толған шелекті жоғары қарай тастық. Ал әкем болса, сол лайдан кірпіш жасап, үйдің қабырғасын қалады. Анамның айтуы бойынша, ауыр жұмыстан қолымыз қанаған. Менің анамды еске алған кезімде көз алдыма ауыр кезеңдер келеді. Өйткені ол кісінің өмірі қара еңбекпен іс-қимылда өтті ғой. Менің жадымда қалған анам 80 жасында ғана демалып, соңғы 5 жылын бізбен бірге ақыл кеңесін, естеліктерін айтып өткізді. Өйткені жастық шағында ол кісі әркез жұмыстан қолы босаған емес. Тағы бір есімде қалғаны, анам ешқашан басымызға түскен ауырлықты көрсетпеді. Ол әркез көңілді жүретін. Біздің үйіміз қонақтан арылмайтын. Өйткені анам үйімізге бас сұққан қонақтарды әркез жарқын мінезбен күліп қарсылатын. Анамның дастарханы ешқашан жиылмаған. Мен ол кездері 10 жаста болсам да, анамның әрекеттеріне қарап таң қалатынмын. Бөтен отбасыларда жоқтықтың кесірінен түсініспеушіліктер, шағымдар болды. Алайда анамның әкеммен отасқан соңғы жылдарына дейін
оның аузынан жоқ немесе жетпейді деген сөздерді естіген емеспін. Жағдайымыздың ауырлығына қарамастан, үйіміз асқа толы болатындығына таң қалатын едім. Менің анам өте ақылды, әрі сөзге шешен жан. Мүмкін мұғалім болғандықтан шығар. Ал басты ерекшелігі ол өте төзімді, шыдамды бола білді. Шарапатхан Хаджим күн демей түн демей артындағы балаларын аяққа тұрғызу үшін отағасына көмек беріп еңбек етті. Өйткені отбасында оның жалғыз жұбайы ғана жұмыс жасады. Ол цементте тасыды, көлікке алмаға толы дорбаларда тиеді. Ал түнде көз майын тауысып фабрикаға өткізу үшін белдемшелер тікті. Ол өзін толық ұмытты десе де болады. Жаңа киім, әшекейлер үшін уақытта табылмады. Ол бар болғаны отбасының жағдайын, балаларын ойлады. Ол балаларының қамымен отбасының қуанышы үшін өмір сүрді. Алайда өмірдің ауырлығы үшін ешқашан шағым айтқан емес. Бірде-бір адам баласына иығына артылған ауырлық пен қиындық жайында да сыр ашпаған. Уақыт үстемдік құрған қазіргі заманда әйел заты үшін 2-3 баланы өмірге әкелу батырлықпен пара-пар. Алайда 10 баласы бар отбасының өмірін түсіне қою олар үшін қиында болар. Балалары көп отбасының өз заңдары қалыптасқан қағидалары бар. Әрбір балаға міндеттер жүктелген. Әрбірі өзінің уақытын, өз ісін біледі. Отбасының кенжесі мүлтіксіз үйдің үлкенін тыңдайды. Ал үлкендер кішілер үшін өнеге, үлгі саналады. Мұндай ауыртпалыққа жігері мықты, жаны махаббатқа толы әйел заты ғана шыдамдылық таныталады. Солардың бірі Шарапатхан Хаджим. Шарапатхан ханымның көзін көрген, таныған адамдар оның бойында даналық, ал жанарында әркез мол түсіністік секілді табиғи жаратылыстың болғандығын айтады. Ол сөзсіз барлығын біледі, барлығын түсінеді. Бұл оның жанарында жазылған. Уважая отца беспредельно, естественно. Анам күні-түні жұмыс жасаса да, өзін дәріптеуден алыс болды. Алайда әкемді әркез мадақтап мақтан тұтатын. Мен анамның осы бір мінезіне таң қаламын. Бұл мен үшін үлкен сұрақ болатын. Алайда жылдар өте әкем өмірден озған сәтте ғана анамның қылықтарын түсіндім. Ол әкемді қадірлеп, қастерлеу арқылы өзін сыйлата білді. Әкемнің егес қылықтарын көріп, біздің алдымызда айтар болса, ол балаларының арасын екіге бөлер еді. Сондықтан әкемнің айтқаны әркез дұрыс. Оның сөздері біз үшін заңмен тең. Менің анам осындай жан еді. Наша мама была очень добродушным и гостеприимным человеком. Анамыз жайында айтар болсам, ол бітімі ерекше адам болатын. Ол өте мықты әйел еді. Біз отбасында 10 бала болдық. Анамыз мейірімді жан, әрі қонақжай адам. Үйіміз қонақтардан арылмайтын. Ата-анамыз 60 жыл қол ұстасып бірге ғұмыр кешті. Оларға қарап, үйдің үлкендері үлгі алатын. Бүгінде менің балам 2 қызым бар. Анам өте еңбекқор жан. Ол әдемі сөздерімен адамдарды арбай білді. Оның әңгімесін барлығы мұқият, әрі үзбей тыңдайтын. Анамның бойындағы барлық қасиеттер Ділмұратқа берілген. Әкем мен анам науқастарға әркез қол ұшын созып, жарлыларға көмек көрсетті. Мұның барлығы бізге, әсіресе ағаларыма берілді. Ағаларым науқас жандарға көмек беруді, отанды сүюді, үлкендерді құрметтеуді, туған туыстарға жәрдемдесуді үйренді. Балалары лайықты азамат болып ер жетті. Әрқайсысы өз болашағы үшін еңбек етуде. Балалардың үлкені Ділмұхаммедтің аты бүгінгі қоғамда шындық, әділдік, әрі мейірімділік сияқты қасиеттермен ұштастырылады. Өндірушілік жұмыспен қатар, ата-анасынан дарыған қайырымдылық шаралармен де айналысады. И вот на примере наших соседей много было примеров. Ата-ана әрбір адам үшін Алладан кейінгі қасиетті де қастерлі адамдар. Ата-анаңа қандай құрмет білдірсең, өз балаларыңда саған солай қарайтын болады. Сондықтан да Алла тағала ата-анасын ренжіткен адамдарды жақсы көрмейді. Өмірімде менің айналамда ондай мысалдар көп болды. Мәселен, нан ол астың атасы. Егер нанды жерге тастап оның үстінен басар болсаң, тозақ отында жанасың. Сондықтан да болар бала кезімнен жерде жатқан нанды көрсем әркез жоғары көтеріп жүремін.
ешқашан нанды баспаймын, ешқашан нанды тастамаймын. Өйткені әкем бұл нанды жасау үшін қанша еңбектің кеткендігін айтып отыратын. Сол себепті тамаққа құрметпен қарау керек. Осындай құндылықтарды әкем біздің санамызға сала білді. Ағасының ізінен жүрген ер балалардың арасындағы кенжесі Закир. Бүгінде қоғамға танымал іскер азамат. Ол басқарып отырған кәсіпорын еліміз Қазақстанның дамуына өз үлесін қосып келеді. Анасы көп жылдар бойы Закирмен бірге тұрған. Видите, я вот, когда вспоминаю... Мен өз анамды еске алғым келіп отыр. Ол өте ақылды әрі шыдамды жан болатын. Әр кез әкеме қолдау көрсетіп отырды. Отбасымызда басты адам ол әкем еді. Әр түрлі жағдайлар болды. Сонда да анам шыдамдылық танытты. Өйткені ер адамдар сотқар келеді ғой. Менің әкемде бейбастақ адам еді. Ал анам болса өз ақылмен көрегендігімен барлығын жеңе білді. Ол ешқашан шағым айтпады. Әкемнің кемшіліктерінің орнын толтыра білді. Жақсылығын асырып, жамандығын жасырып жүрді. Өз отбасымда есіме алсам, бізде қымбат киім, бағалы тағамдар болған жоқ. Қыс мезгілінде біз жеміс-жидекті жемейміз. Олардың бірі де болмады. Алайда бізде ең қымбат нәрсе ол ата-анамыздың махаббаты, отбасының татулығы еді. Уақыт өз кезеңімен өтіп жатты. Балалар ер жетіп, көптен күткен немерелер өмірге келді. Әрбір адам өмірдің қамшының сабындай қысқа екенін түсінеді. Балалар үшін өмірдің қысқалығы алғашқы тағдырдың тәлкегінен соң сезілді. Балалары өзінің ең қастерлі адамы, тірегі, алынбас қамал, сүйеніші әкесінен мәңгіге көз жазды. Бұл Алла тағаланың әрбір пендеге жазғаны. Алайда сан мың сұраққа жауап іздеген жаныңа әкенің енді қайтып оралмасын қалай түсіндірерсің? Неліктен деген сұраққа қалайша жауап қайтарасың? Өмірінің тірегінен айырылған анаңның солған жүзін көрген сәтте жанардағы жас толассыз тоқтамай ағары хақ. Шарапатхан Хаджим өте мықты әйел. Алайда оған барлық күш-жігерді, әрқашан берік қамал, ақылшысы бола білген жұбайы бергендігі осы сәтте сезілді. Әкенің өмірден өтуі мен балалары анасын өз қанаттарының астына алды. Әрбір күн, әрбір минутта анасының қасынан табылып, анасының әрбір тілегін жерге тастамауға тырысты. Менің әкемнің үлкен арманы болатын. Ол анасымен бірге қасиетті Меккеге қажылыққа барғысы келді. Жеңіл арбаға әжемді отырғызып, қасиетті тасты айналдырмақ ниеті бар еді. Меккеге барған сәтте Қағбаға кіре берісте әжемнің аяғы ауырып, әкемнің жеңіл арба алуына тура келді. Әкем өз арманын жүзеге асыруға көмектескен. Аллах тағалаға алғыс айтып, бақыттан жылағандығында айтып бергені есімде. Ол кезде біз кішкентай бала болдық. Бұл оқиғаның маңыздылығына түсінбедік. Ал бүгінде ананың бұл өмірде ең бірінші, ең маңызды адам екенін ұғындық. Ешбір адам ешқашан ана алдындағы парызын өтей алмайды. На самом деле, я всегда поражаюсь своей бабушке. Бала кезімнен менің жадымда әжемнің бейнесі жатталып қалған. Неліктен атамның түр тұлғасы емес, неліктен әжемдікі десеңіз, өйткені менің 5 жасымда атам өмірден озды. Ал әжемді жасөспірім кезіме дейін қасымнан көрдім. Менің әжем ғажап кісі болатын. Бүгінде бір баланы тәрбиелеп өсіру өте қиын. Ал әжемнің 10 баласы болды. Балалардың барлығы бос қол отырмай, әркім өзіне жүктелген міндеттерді, жұмыстарды атқаратын. Бұл біздің отбасымызға әжемнің енгізген дәстүрі. Бүгінде әжемнің біздің арамызда жоқтығы мені қатты қынжылтар. Қазір мүмкіндігім болса, әр минутта әжемнің қасынан табылып, көбірек көңіл бөлер едім. Әжемнің барлық немерелері бір-бірімізбен жақсы қарым-қатынаста болдық. Әжемнің әңгімелерін үйіп тыңдайтынбыз. Оны шексіз жақсы көрдік. Немерелері, яғни біздің арамызда демалыс күндері үлкен тартыс болатын. Өйткені барлығымыз демалыс кезінде әжемізге барып, оның қасында түнеуге құштар едік. Тағда аз ғана уақытым болса, көбірек көңіл бөлуге тырысар едім. Өйткені ол әрқашан бізді ата-аналарымыз алдында қорғап, ақтап алатын, ақылын аямайтын. Сондықтан арамызда оның жоқтығы өте өкінішті.
Бұл отбасының басты құндылығы әрі байлығы атадан балаға беріліп келген салт дәстүр. Отбасының әрбір баласы ана сүтімен бойына ата-анаға, үлкенге деген махаббат, туған жерге деген пәк сезім сияқты рухани құндылықтарды сіңіре білді. Бірде бір адам бұл отбасының дастарханынан дәм татпай кетпеген. Ананың қазаны әрдайым қайнап, дастарханы жаюлы тұрды. Қымбат тағамдар болмаса да, Шарапатхан Хаджим өзінің жайлылығымен, жайсаң мінезімен шаңырағын жарық нұрға айналдырып, келген қонақтарға мейірімін төге білді. Ешбір бала туған үйді тастап кеткісі келмеді. Өкінішке орай, есейе келе ғана ана мен әке жанындағы қамсыз өмірдің қаншалықты тәтті әрі қайталанбас екендігін түсінеміз. Шарапатхан Хаджим ол бақытты әйел. Оның еңбегі үшін жаратқан Алла жомарттықпен марапаттады. Ол лайықты ғұмыр кешті. 10 баласының бақытына куә болды. Ол өз балаларының махаббатына бөленіп, балаларына өзінің аналық шексіз махаббатын сыйлады. Балалары анасының алдында әкесінің өсиеттерін бұлжытпай орындай білді. Оның тағдырына орындалған ғақияларды көзімен көру жазылды. Нағыз анаға лайықты ерекшеліктер менің анамның бойынан табылды. Анамның жақсы немесе жаман жерін бөліп айту мүмкін емес. Өйткені әрбір бала үшін ана ол қайталанбас тұлға. Анамның басты ерекшелігі 10 баласын бөліп жармай, махаббатын барлығына бірдей дарта білді. Сол махаббаттың арқасында біз қоғамнан өз орнымызды таптық. Анамыздың орны ойсырап қалды. Анамыз үшін атқарылмаған міндеттеріміз, үлгермей қалған үміттеріміз көп. Оның бізге бергенін материалды немесе физикалық тұрғыда қайтару мүмкін емес деп ойлаймын. Біз ата-анамыз мәңгі қасымыздан табылады деп ойлаймыз. Олар бізден күндердің бір күнінде алыстап кететіндігін кейде ұмыт қалдырамыз. Мен бүгінде ана, әке дейтін балаларға қызғана да қызыға қараймын. Сондай сәттерде өзіміздің бақытты кездеріміз жадыма оралады. Шаңырағымызға махаббат пен молшылықта келетін анамыз біздің гүліміз, қуанышымыз едің. Жылаған сәтте көз жасымызды құрғатып, көңілді кезімізде бірге шаттандың. Мен сені жүрегімдегі ауырлықпен әкемнің мазарына апардым. Ол кезде қажыған жүрегімнің шипасы бола білдің. Әкенің орнын жалғыз өзің толтырдың. Енді жылаған сәтімде жасымды кім сүртер екен? Ешбір жанның қолы сенің ыстық алақаныңды елестете алмайды. Сенің қалтыраған қолдарыңа қарап, бұл кәріліктің белгісі болар дедім. Алайда, ол сенің бізді ойлап шырылдаған жан жүрегің екендігін сезбеппін. Енді ананың баласына деген махаббаты қол мен көзге ұқсайтындығын ұқтым. Егер қол жараланса, көз жылайды. Көзден жас тамар болса, қол оны құрғатады. Біз бұл өмірде ананың алдында мәңгі қарыздармыз. Ол бізді қауіп қатерден қорғады. Анамыздан айырылған сәтте ғана біз анамыздың ұлы әрі дана болғандығын түсіндік. Бұл өмірде барлық қарызды қайтаруға болады, алайда ананың алдындағы парызды өтеу үшін бүтіндей бір ғұмырда жеткіліксіз. Ана бұл әлемдегі ұлы адам. Оның мейірімділігі шексіз. Ана ол нұры ешқашан сарқылмайтын күн секілді. Оның бір ғана ащы сөзі біздің ойымыз бен көзімізді жаралайды. Сондықтан әрбір адам атақ даңққа емес, ананың ақ батасына ұмтылуға қажет. Мен өмірдің барлық мәні мен шындығын сенен көз жазып қалған сәтте ғана ұғындым. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Сенің алдыңда мен өзімді әрқашан балаша сезіндім. Жанымда жайсаң болатын. Қасымда көрген кезде күш-жүгерім сарқылмай өмір сүрдім. Сенен айырылған кезде, қолдарыңды соңғы рет қысқан сәтте ғана, бұл жалғанда мен өзімді қанатынан айырылған балапан секілді жалғыз, бақытсыз сезіндім. Ол мәңгілік өмірге сапар шекті. Балаларына ақ батасын берді. Шуақты мамыр күні ауырлықты сезінген Шарапатхан Хаджим
жиылған жақындары мен көршілеріне шығып, араларында отырып, батасын беріп, жанарымен қош айтысып, бөлмесіне қарай беттеді. Сол кездегі ананың бар арманы үлкен ұлын Ділмұратты бір көру еді. Ананың жүрегі баласының үнін естімей тоқтағысы келмеді, ал көздері оны көрмей жұмылғысы келмеді. Баласы есіктен кіре бере анасының аяғына құлады. Анасы да баласын күтіп, соңғы жеңіл демін шығарды. Қоғам және әйел бағдарламасының екінші бөлігі әдеттегідей викториналық сұрақтарға жауап берген көрермендеріміз жайлы болмақ. Кәсіпкер Ділмұрат Көзиев өткен бағдарламамызда 3 сұрақ қойған. Оған дұрыс жауап бергендерге 50 000 теңге ұсынған. Бүгін сол жеңімпаздардың сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Пир Мұхаммед Хажы атымыз білен Шарапат хан Хажы апым үшін қылған қайыр сахабатлардан бір суал болған екен. О суалларға жауап беріп мені тұтып алдым. Мен бір бақытты адам. Менің аты жөнім Абида Бупатар. Мен сол передачаны көріп, Шарапат Ажим апамыздың передачасын көріп, бәрін аяғынша көрдім. Маған ұнады. И аяғында 3 суалға вопрос бердім. Дұрыс. Енді Ділмұрат ағаны естігенде, мен Ділмұрат ағаны давно білем. Оның жақсы жұмыстарына бәрін нетілерді білем. Ділмұрат ағаға рахмет. Бүгін сол немді ұтыста алып тұрмын бүгін. Рахмет Ділмұрат ағаға.